Де Брюйне? Жоқ, бұл Асхат тағы берген. Қашан деп жүредік, міне маңызды ойында өзінің зеңбірегін көрсетті. Қазақстан Данияны жеңді. Жайдан жай жеңбеді. Еңбек, тер, намыс, жігер жігіттер барын салып, өздерін футбол ойнай алатын нағыз футболшы екендерін байқатты. Айтыңыздаршы, кім ойлады Қазақстан осылайша әлемдік көштің басында тұрған Данияны іріктеу кезеңде жеңеді деп? Әрине еліміз болған соң сендік, бірақ сонда да осы уақытқа дейін Данияға қарсы бір тең ойының иісі шықпай жүрген соң жеңіске деген мақсат емес, тек арман болды. 2-0 бола тұра 20 минуттың ішінде 3 гол салып Данияны жеңіліспен қайтарып жіберді. Армандар орындалады дейді ғой. Енді осы жеңіске сенбеген адамдарға дұғай сәлем айтамын. Хейтерлерге, нелерге. Жеңіс құтты болсын қазақ еліне. Ал енді матчтағы голдар мен сәттерінің қалай болған туралы жақсылап ашып айта кетейік. Сіздермен бірге мен Беклан. Желекті арнасына тіркеліп қолдау білдіре кетіңіз. Ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз маңызды. Матч басталды. Қарқынды бәріміз ойлағандай Дания құрама салды. Тоқтаусыз шабуылдар, допқа иелік ету және Шацкийдің ерлік еткен сейфтері. Қайта біздің қуанышымызға орай Кристиан Эриксон ойнаған жоқ. Ол да бір сол Модричтің бір түрі. Ойынды жүргізіп қана қоймай, шабуылға да жақсы араласады. Естеріңізде ме, өткен Даниямен ойында дәл осы Эриксонның ойынды жүргізіп әдемі пастардың кесірінен Қазақстан жеңіске түгілі тең ойынға да шарасыз қалғаны. Оның клубтық ойындарда алған жарақаты әлі жазылмаған екен. Одан бөлекте Данияда жоғарғы деңгейде ойнайтын талай ойыншы бар. Шынымен де жеңуге мүмкіндік көп болмады. Даниялықтар өздерін Месси сезініп кетті ме, әйтеуір біздің қорғаушыларға қарсы қиналмай ойнады. Ойынның 21 минутында Симон Кердің өзінің алаң жағынан Хойлундқа берген пасын ол екі қорғаушыдан сытылып, Шацкийдің басынан парашют етіп жай ғана жібере салып голға ие болды. Қарсылас команда болса да айтайын, мына голы өте әдемі соғылды. Кердің пасы әрине тамаша, бірақ Малай Хойлундтың алдында болды ғой. Онымен басында жарысам деп жүгірді, сосын ойланып допқа жібергізбей денесімен тоқтатамын деді. Алайда жас бала ондайға қарайма, сытылып барып алдына шығып есепті ашты. Марички мен Шацкийді кінәлай алмаймыз. Малай негізі өте тәжірибелі ойыншы еді, бірақ та неге бұл жолы осындай қателік жібергені маған түсініксіз. Келесі голға өтейік. 35 минутта Хойлунд дубль авторы атанды. Біздің құрама әрине әртүрлі голдарды жиі кіргізеді. Алайда мына гол ұяттылау болды. Себебі барлық қорғаушылар, жартылай қорғаушылар қақпашыда бір ойыншының доп ұстағанына қарап, добын ала алмай әлек болды. Тіпті соққы жасауға да мүмкіндік берді. Түбі Шацкий құтқарды. Бірақ доп өздігінен Хойлундтан табылып, ол ашық қақпаға тебе салды. Кім допты қатты қалайды, соған доп барады дегенде сөз бар. Дәл сол әңгіме осы Хойлундқа арналғандай. Мына голда арнайы біреудің қателігі деп айту қиын. Жалпы команданың қателігі. Былай қарасаң, қарсылас ойыншы сол Неймар, Месси секілді алдап та өткен жоқ қой. Ілініп, салынып, әйтеуір допты қақпаға келді. Жарайды, келесі сәттерге өтейік. Қазақстан құрамасы есепті сәл де болсын қысқартуға әбден тырысты. Алайда Данияда жайдан жай жатқан жоқ. Олар да бар күштерін салып есептерін 3-ке жеткізгісі келді. Жалпы Оразов Словениямен ойынға қарағанда осы ойында ашылып өзін жақсы көрсетіп жүрді. Әйтпесе алдын өзі жабық, не пас бере алмай, не алдай алмай өзінің қазанынан алшақтап кеткендей көрінді. Максим Самородовта нәтиже шығаруға барлық күш-жігерін салды. Словениямен болған ойыннан кейін Самородовтың ойынын барлығы жақсы көріп кетті. Шынымен де тәжірибесінің аздығына қарамастан өте жылдам, шапшаң ойыншы екен. Дәл осы қарқынды тоқтатпаса, алдағы уақытта үлкен бір нәтиже шығаратыны сөзсіз. Қазақстан құрамасы тек 71 минутта түнелден бір жарық көргендей болды. Тағы берген көтерген бұрыштамасы Даниялықтың қолына тиіп, еліміз пенальти алды. Негізін ашық қарайтын болсақ, тигені рас, бірақ оны байқаған тек 1-2 адам ғана. Қалған ойыншылар тіпті мәнде берген жоқ. Артында тұрған ойыншылар мақұл, енді түсінуге болады, байқамаған шығар. Бірақ мен де мына теледидардан көріп отырып оның қолына тигенін байқамаппын. Себебі ондай бір қауіпті сәт болмады. Мына төрешіге риза болғаным, барлық әділдігін 100%-ға арттырып, әділ шешімдер шығаруға тырысты. Дәл осы сәтте ешкім байқамаған жерден қолға тигенін байқап, пенальти қойғаны әрине бізді қатты қуантты. Нүктеде Зайнутдинов. Негізі тағы берген тебетте ойладым, бірақ Асқаттан допты Бақтияр тебейінші деп сұраған екен. Мына сұхбатынан толық көрсек болады. Пенальтиді неге өзіңіз істеппедіңіз? Бақтияр қайта сұрап қоймады. Енді мен өзімнің андай тобылда да командаласым сұраған кезде жүрегім естемейді олар.
жоқ деп айтуға. Сонымен қақпашының сол жағынан теуіп Қазақстан құрамасы есепті қысқартты. Зайнутдинов осы голдың арқасында Қазақстан ұлттық құрамасының бомбардирлер тізімінде 11 голымен топ 3-тікке жайғасты. Бірінші орында Руслан Балтиев 13 голымен тұрса, екінші орында Виктор Зубарев 12 голымен тұр екен. Негізі көшті бастап тұрған 13 гол дегеннің өзі кішкене ыңғайсыздау екен. 100-ден асып кеткен Роналдумен салыстырмай қойын, бірақ та басқа құрамалардың бомбардирлері мұндай 13 гол дегенде мансабының басында салып тастайды. Әрине Қазақстан құрамасы үшін футбол тарихы енді жазылып жатыр. Алдағы уақытта Құдай қаласа сол 100 гол деген нәтижелерді көретін шығармыз. Қосалық құрамнан да Исламхан, Дарабаев, Айымбетов шығып, ойынды қыздыра түсті. Әсіресе Исламханды айрықша айта аламын. Өзінің жылдам қимылымен әдемі пас берулері ойынды әлей түскені анық. 84 минутта Исламхан допты ары-бері ұстап, Асхат Тағбергенге береді. Иә, дәл осы сәтте турдың ең үздік голын көрдік. Не деген сұмдық мынау. Әке, гол деген не деген кезде осы голды көрсететін едім. Қандай аяқтың күші болу керек дәл осылай тебу үшін. Тамаша. Өзім стол басында айқайлап жіберіп едім. Айқайымнан тіпті кішкентай қызым қорқып кетті. Шыны керек, мына голды көріп өзімді ұстай алмай қалдым. Одан бөлек жай матчта емес, Еуроға іріктеу. Тіпті одан қалса Данияға қарсы. Тағайтатын болса Шмейхелдің қақпасына. Пікірлерде халық жазып жатыр еді. Исламханның пасы, Асхаттың голы, Шмейхелдің көз жасы деп. Дәл солай болды шамасы. Ал ресми Еуро турнирдің аккаунттары болса Асхаттың голын үздік гол деп танытып, не істеп жатсаңдар да тірліктеріңді тастай тұрып, Асхат Тағбергеннің голын қараңдар. Осы кезеңде осы голға тең келетіні бар ма деп мақтай түсіпті. Әрине қазекеңдерге мұндай мақтау майдай жақты. Пікірдің 70%-ын бауырларымыз жаулап, қолдауларын әлде тоқтатар емес. Асхаттың өзі осы голын әкеме арнаймын деп аздап мұңайып, көзіне жас алғысы келді. Көзіме жас келді кәдімгі. Оны осы голды әкеме арнаймын өзім қайтсам. Бәріміз сол зеңбірек голын қайта-қайта сұрап қашан көреміз деп жүретін едік. Мына жерде өзі сол туралы айта кетті. Бір жыл бойы қойып келдім осы сұрақты. Енді бір жылдың жауабы міне осы ойынға дейін күтіп жүрген шығармын осы. Именно Данияны ұту үшін голын септігін тигізгеніне көптен қуаныштымын. Әрине бірінші голды енді пенальтиден салам ба деп едім. Бақтияр келіп Асхат аға тебейінші дегеннен кейін бердім. Енді Аллахтың қалауымен енді пенальтимен емес, алыстан салуға бұйырған шығар осы ойында. Есеп 2-2. Іштей осымен жетер деп ойладым. Себебі 0-2 болып жатқан соң тең нәтиженің өзі бір үлкен жетістік көрінді. Алайда өте аз болса да сенім болды. Тағы да біреуін салсақ қалай дегендей. Айтқаным сол еді, 89 минутта Вороговскийдің әулеткен пасы Айымбетовтің басынан табылып, Шмейхелді тағы да шарасыз етті. Осы сәттен кейін қақпашының көңіл күйі бұтсыйына дейін түсіп кеткендей. Себебі 3-ші голдан кейін қуанбағандар жоқ шығар. Абаттың өзі жейдесін шешіп, тамағы қарылғанша айқайлағандай болды. Осы жейдесін шешкен үшін құр босқа сарыға қазалды. Ал қосымша қосылған 6-шы минутта допқа талас кезде Абаттың қолы байқаусыздан қарсыласқа тиіп кеткені үшін екінші сарыға қазалып алаңнан қуылды. Ештеңе етпейді, себебі ол өзіне берілген міндетті орындады. Ең маңызды, ең керекті голын соқты. Келесі сайыс Сан-Мариноға қарсы болған соң Абаттың көмегі қатты керек болмау керек, бәлкім. Өте қуаныштымын, әрине, Данияны күнде ұта бермейсің. Осындай тарихи сәт. Қуан қазақ елі. Біз Данияны жеңдік. Алда әлі талай матчтар бар. Бірақ қалған матчтарды ұтуға болады деген жоспар мен объективті көзқарас бар. Себебі қалған қарсыластардың деңгейі Данияға жетпейтіні анық. Тіпті сол кешегі Словенияны да ұтуға болатын еді. Бірақ біздің жігіттердің аяғы түспеді ме білмеймін, онша ойнай алмады. Ештеңе етпейді. Алар белесіміз әлі алда. Құдай қаласа Еуропа чемпионатына барсақ, нұр үстінен нұр болар. Біз сенеміз, біз жанкүйерлік етеміз. Алға Қазақстан, алға қазақ елі. Онда ешқандай әңгіме болған жоқ. Жүректе бір үміт болды. Сол үмітке сеніп осы жеңіске жеттік деп ойлаймын. Қолдауларыңызға үлкен көп рахмет. Осы жеңісті сіздерге арнаймыз, жанкүйерлерге. Барлық кезде жеңілсекте де, жеңісте де бірге жүрек. Сол кезде жеңістер келеді алдыда. Сіздермен бірге желі аяқтай арнасы. Аздап кейбір мәселелерге байланысты үзіліс салдым. Бірақ енді мені жиі көретін боласыздар. Ораза қабыл болсын бауырлар. Амандықта жолыққанша сау саламат.